Бұл пирогты демалыс күні міндетті түрде отбасыңызға пісіріп беруге кеңес беремін. Барлығының көңілінен шығатынына сенімдімін. Жасалуы өте оңай. Жылы сүтімізге ашытқы, қантымыздың жартысын саламыз, араластырып, бетін жауып қоямыз. Кішкенеден кейін қалған қантты, жұмыртқа, ерітілген майды қосып араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды 3 бөліп салып қамыр елейміз. Қолымен елейміз, өте сондай жұмсақ қамыр шығады. Енді бетін жауып қоямыз. Ашыған мінеки көтерілген қамырымызды ұн сеуіп стелге қоямыз да енді оқтаулаймыз. Енді қамырдың бір жақ шетін осындай жолақтар кесіп шығамыз. Ал енді кәдімгідей 3 өріммен өріп шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Мен бұл пирогты бірінші рет жасадым. Менің балаларыма да отбасыма өте қатты ұнады. Бұл пирогтың ішінде начинкасы болады. Бірақ біз варенка жағып та, май жағып та жақсылап жеп алдық. Мінеки, менде вареная сгущенка, ал сіз өз қалағаныңызды салсаңыз болады. Бір жақ шетіне осылай вареная сгущенканы жағып шығамыз. Енді осы шетінен ақырын осылай ораймыз. Мінеки, видеода көрсетілгендей. Противеньге пергамент қағазын қоямыз, пирогымызды салып, енді мына екі ұшын осылай жақсылап бір-біріне жабыстырамыз, ашылып кетпеу үшін. Өрілген қамырдың кішкенесін алып, осы жерді жауып қоямыз. Мінеки, осындай көтеріледі, кішкене көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Содан кейін духовкада пісіріп аламыз. Бұл үлкейеді, осындай үп-үлкен нан сияқты болып шықты. Меніңше булочкидің орнына осы пирогты шайға жасаған күшті деп ойлаймын. Өте тез. Қараңыздар, арасы қандай міне. Бетіне қант ұнтағын сеуіп жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өзіме ұнаған рецепттермен міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің каналыма жазылып қойыңыздар.